Сәлеметсіңдер ме, балалар? Жаратылыстану сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы демалыс не үшін қажет? Сабақтың мақсаты адамның өсуі мен дамуы үшін керек қажеттіліктерді анықтау, қалай және қай кезде демалу керек екенін білу. Адамның өсуі мен дамуына керек қажеттіліктер бұл дұрыс тамақтану, тыныш ұйқы және жақсы демалыс екен. Дұрыс тамақтану туралы өткен сабақта талқыладық. Бүгін қалай демалу керектігі туралы білетін боласыңдар. Демалыс адамға өте қажет екен. Олай болса, балалар, демалыс сөзіне топтастыру жасап көрейік. Демалыс деген не? Демалыс бұл отбасыңмен таза ауада демалу. Қызықты каникул, кітап оқу, тыныш ұйқы, қызықты ойындар ойнау және күн тәртібі екен. Демалу бұл ағзаның әл-ауқатын қалпына келтіру және жұмысқа қабілетін қайтару үшін пайдаланатын тыныштық күйі. Кейде адамдар демалудың маңыздылығын туралы дұрыс бағаламай жатады. Сондықтан балалар осы бастан дұрыс демалуға дағдылануларың керек. Мектептен шыққан соң бірден сабаққа дайындалуға болмайды. Түскі астан кейін шамалы демалып, содан кейін барып үй тапсырмасын орындауға кірісуге болады. Арасында үзіліс болу керек. Мысалы, қозғалу, тіпті ыдыс жуып, еден сыпырудың өзі демалыс болады екен. Демалыс деген барлық уақытыңды диванда немесе компьютер алдында өткізу деген сөз емес. Демалыс ол отбасыңмен немесе достарыңмен таза ауада серуендеу, ойнау. Ол сенің денсаулығың үшін өте пайдалы. Демалыстың бір түрі бұл кітап оқу. Кітап оқу бұл ойлау қабілетіңді жетілдіріп, сөздік қорды ұлғайтады және сөйлеу мәдениетіңді дамытады. Ми белсенділігіңді жақсартады. Сондықтан балалар кітапты көп оқуымыз керек екен. Ұйқының маңызын елемеуге болмайды. Жақсы ұйқы мықты денсаулықтың, көтеріңкі көңіл күйдің және нәтижелі жұмыстың кепілі. Осы уақытта адам ағзасы тынығып, күш-қуат жинайды. Сен таңертең ерте тұру үшін сағат кешкі 10:00-ден кешікпей ұйықтауың керек. Жалпы адам ұйқысы 8 сағаттан кем болмауы тиіс. Ұйқы уақыты адам үшін ең қымбат және маңызды болып есептеледі. Сәби 18 сағат ұйықтайды екен. 13 жасқа дейінгі балалар 10-12 сағат ұйықтау керек екен. Ал жасөспірімдер 10 сағат ұйықтайды екен. Ересек адамдар 7-8 сағат ұйықтау керек екен. Ұйқың қанбаса өзіңді қалай сезінесің? Ойланып көрші. Адамның ұйқысы қанбаса, есте сақтауы, назар аударуы, ойлану қабілеттері төмендейді. Иммунитет әлсіздігі пайда болады екен. Зерттеулер нәтижесіне қарағанда, ұйқысы қанбайтын адамның ауруы 3 есеге артады екен. Сондықтан балалар, ұйқы дұшпан деп бекер айтылмаған. Балалар, қазір бейнероликке назар аударайық. Достар, осы өткен каникулда мен атам мен әжемнің ауылында болдым. Осы кез маған қатты ұнады, өйткені ауылда менің достарым бар. Олармен бірге футбол ойнадық, велосипед, скейтборд тептік. Жаздың аяғында қарқаралыға барып демалдық. Сол жақ табиғаты өте керемет. Тауға шықтық, өзенде шомылдық, уақыт тиімді өтті. Балалар, демалыстың ең жақсысы ол ауылдың табиғаты. Ауылға барып демалыңыз. Міне балалар, демалыстың тағы бір түрі қызықты каникул екен. Сендер әр 90 біткенде оқудан босап демалысқа шығасыңдар. Каникулда сендер ата-аналарыңмен түрлі жерлерге, тіпті шет елге демалуға барады екенсіңдер.
Сонымен балалар, каникулда қайда барып демалған дұрыс деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, ауылға барған дұрыс. Себебі ауыл тәрбиенің көзі, таза ауасы денсаулық кепілі. Балалар, әр күніңді жүйелі өткізу үшін өзіңнің күн тәртібіңді құрастырып қой. Күн тәртібі бұл тәулік бойындағы еңбектену, тынығу және тамақтану уақыты белгіленген кесте. Күн тәртібін сақтамайтын адамдар өз денсаулығына зиян келтіреді. Қазір бәріміз бірге күн тәртібін құрастырып көрейік. Күн тәртібі 3 мезгілді құрайды. Таңғы мезгілде сен ұйқыдан тұрып жаттығу жасайсың. Жуынып, өз-өзіңді ретке келтіресің. Таңғы ас ішіп, мектептегі сабағыңа барасың. Түскі мезгілде сен мектептен келіп, түскі ас ішесің. Және далаға ойнауға шығасың. Арасында ата-анаға көмектесесің. Сабаққа дайындалуға уақыт бөлесің. Кешкі мезгілде сен отбасыңмен теледидардан түрлі кинолар көресің. Кешкі ас ішесің. Кешкі астан кейін міндетті түрде ас қорытып, демалып ойнау керек. Кешкі сағат 10-да ұйқыға жатасың. Адам басқа жаққа қоныс аударғанда, немесе жұмыс уақытын ауыстырғанда күн тәртібінде өзгерістер болады екен. Сондықтан балалар күн тәртібін дұрыс құрастырып жүру керек. Балалар, енді осы демалыс туралы тақырыпты қалай меңгергенімізді анықтау үшін тапсырмалар орындап көрейік. Бірінші тапсырма: суреттен адамның өсуі мен дамуына әсер ететін қажеттіліктерді анықтаңдар. Сендер бұл тапсырмада адамның өсуі мен дамуына керек қажеттіліктерді анықтай аласыңдар. Қане ойланып анықтап көрейік. Адамның өсуі мен дамуына әсер ететін қажеттіліктер бұл дұрыс тамақтану, тыныш ұйқы, қызықты ойындар және кітап оқу екен. Жарайсыңдар балалар. Екінші тапсырма: суреттер арқылы дұрыс демалу тәртібін көрсетіңдер. Сендер бұл тапсырмада дұрыс демалу түрін ажырата аласыңдар. Қане балалар, қандай дұрыс демалу тәртібін көріп тұрсыңдар? Дұрыс демалу деген бұл жақсы демалыс, қызықты ойындар ойнау және жақсы ұйқы, таза ауада демалу екен. Жақсы балалар, дұрыс демалу тәртібін жақсы білдіңдер деген ойдамын. Үшінші тапсырма: адамның жас ерекшелігіне қарай ұйықтау уақыттарын анықтаңдар. Қане балалар, адам жас ерекшелігіне қарай неше сағат ұйықтау керек екен? Сендер бұл тапсырмада адамның жасының жас ерекшелігіне қарай ұйықтау уақыттарын анықтайтын боласыңдар. Қане балалар, олай болса, ересек адам 7-8 сағат ұйықтау керек екен. Сәби 18 сағат ұйықтайды екен. Ал 13 жасқа дейінгі балалар 10-12 сағат ұйықтайды екен. Тамаша балалар, тапсырманы жақсы орындадыңдар. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызды қорыта келе, сен бүгінгі сабақта адамның өсуі мен дамуы үшін керек қажеттіліктерді анықтадыңдар. Қалай және қай кезде демалу керек екенін білдіңдер. Балалар, осы сабақтан алған білімдеріңді толықтыру үшін үйде оқу тапсырмасын орындайтын боласыңдар. Ата-анаңмен бірге өзіңнің әртүрлі демалыс кездерінде түскен қызықты фотосуреттермен «Менің қызықты демалысым» деген тақырыпта альбом жасап келіңдер. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабаққа қатысқандарыңа рахмет. Сау болыңдар.